Ассалаумағалейкум. Соңғы күндері әлеуметтік желіні шулатқан оқиға «Как управлять казахами» деген кітаптың сатылымы. Бұған қатысты енді қазақтың басым бөлігі бұған наразылық білдіріп жатыр. Кейбір адамдар кәдімгідей намысы қайнап, қаны басына шауып, соған қарсылық білдіріп жатыр. Бірақ кейбір адамдар бар, керісінше сол кітаптың сатылымын жақтап жатыр. Өйткені жаңағы наразылық білдірілгеннен кейін кітаптың авторы Бақытжан Бұқарбай көпшілік алдына шығып, видео түсіріп, мен бұл кітапты сатылымнан алып тастадым деді, бірақ өзін ақтап қалуға тырысты. Бұл жай ғана маркетингтік сондай бір пиар әдіс, жаңағы кітаптың мұқабасын қойып, жаңағы суретін, соның бәрін адам көретін жерге қойып сату, ол сондай бір кітаптың сатылымын көбейту үшін жасалған арнайы пиар акция деп айтты. Бірақ ең бастысы мұнда кітаптың мазмұны деді. Кітапты ең алдымен оқып алу керек, содан кейін пікір білдіру керек деді. Ол қазақтарға, қалай айтсам, қазақтың көзін ашатын кітап деп айтты. 18 ғасырда жазылған, Ресей патшасының бір кеңесшісі болған бір ғалымның ба, сондай бір саясаткердің ба жазған кітабы, қазақтарды зерттеп, оларды бағындыру үшін қандай әдістер қолдану керек, бір-біріне қалай қарсы айдап салу керек деген сияқты соның бәрін жазған сол жерге. Бірақ 18 ғасырда орыс тілі басқа болған дейді. Кейін ол өзгеріске ұшыраған, реформалар болған, содан кейін қазіргі заманауи орыс тілі пайда болды. Оны біз заманауи орыс тіліне аударып басып шықтық деп айтып жатыр да. Оқығанда түсінікті болу үшін деп. Оны қазақтар оқу керек деп айтты. Неге? Өзіміздің кемшіліктерімізді білу үшін және соған жол бермеу үшін деп айтып жатыр. Сөйтіп ақталып жатыр. Енді соған кейбір блогерлер қосылып, ол кісіні жақтап жатыр да. Бірінші ол кітапты оқып алу керек деп. Бет алды, ол кітаптың ішін білмей жатып, осындай шу көтерген дұрыс емес дейді. Оны жалған намысшылдық дейді. Мен бұған өз пікірімді айтсам, жалған намыс деген нәрсені мен жақсы білемін не екенін. Жалған намыс дегеніміз ол, мысалы, қазір қазақтың арасында бір миф тарап жүр ғой, қазақ тілі ең бай тіл, қазақ тілінде 2,5 миллион сөз бар деген. Шын мәнінде оның бәрі өтірік, ол ешбір дәлелі, ешбір негізі жоқ ақпарат. Соны пайдаланып, енді соған сеніп, қазақ тілі ең бай тіл, 2,5 миллион сөз бар деу, ол жалған намыс. Тағы бір мысал, кейбір қазақтар айтып жатыр қазір, Ресей егер Қазақстанға шабуыл жасаса, керісінше жақсы болады дейді. Өйткені Ресей ыдырап кетеді, біз Ресейді жеңеміз, содан кейін өзіміздің бұрынғы жерлерімізді қайтарып аламыз дейді. Орынбор, Омбы деген сияқты жерлерді. Бұл да жалған намыс. Егер біз сондай мықты болсақ, неге біз қаңтарда Ресейге төтеп бере алмадық? Сол қаңтарда бәрі белгілі болды, біздің қандай мықты екеніміз көрінді ғой сол жерде. Жерлерімізді қайтармақ түгіл түк қарсы ешқандай қарсылық білдіре алмадық. Келді, ойларына келген істеді, кетті. Біз ештеңе істей алмадық. Сонда бізде жағдай осындай болып тұрған кезде қалай біз Ресейден жер қайтарып аламыз деп ауыз көпіртіп айта аламыз? Бұл нағыз ақымақтық. Жалған намыс деген сол. Енді жаңағы кітапқа оралайық. Жаңағындай кітапты орыс тілінде басып, ананың суретін қойып, Алматының ең сондай қымбат дүкендерінің бірінде туристер көп жүретін, орыстар көп жүретін жерде сол кітапты сатылымға қою, ол барып тұрған масқара, ол қазақтың бетіне түкіру, ол қазақтың басына тұшу. Бұл кітапқа наразылық білдіру, ол жалған намыс емес. Ол керісінше біздің намысымызды қорғау. Егер сол кітаптың авторы, сол Бақытжан Бұқарбай деген кісі, ол өзі жалпы тіл жанашыры, мен оны тіл жанашыры деп танып жүрмін. Қазақша сөйлейтін клуб ашқан, әртүрлі қазақ тілін дамытуға қатысатын жобаларға атсалысып жүр, бірақ енді мынау істеген қылығы, бұл енді білмеймін қалай айтуға болады оны. Егер сен шын мәнінде қазаққа сондай білімді жеткізгің келсе, ол кітапты қазақ тіліне аударып, оны қазаққа сат. Бірақ ол үйтіп істеген жоқ қой. Неге? Мұнда екі себеп бар. Бірінші, қазақ тіліне аудару үшін еңбектену керек. Өйткені түгелдей тұтастай бір кітапты қазақшаға аудару, ол үлкен еңбек. Оған күш жұмсау керек, уақыт жұмсау керек. Ол бір. Екінші, ол кітапты орыс тілінде сатып, көбірек аудиторияны қамтығысы келді. Сөйтіп көбірек ақша тапқысы келді. Өйткені оны қазақ тілді аудиторияға сатса, сатылым саны ондай көп болмайды. Ал орыс тілді аудиторияға сатса, ол көбірек адамды қамтиды, сатылым көбірек болады, көбірек ақша табады. Бар болғаны сол. Бұл өз қалтасын ойлап отыр. Бұл қазақ халқының білімін ойлап отқан жоқ. Бұл пайдалы білім берем деп. Сол кітапты сен орыс тілінде шығару арқылы, сондай орыстар жүретін, туристер жүретін жерге қою арқылы сен қазақты масқара қылып, мазақтап отырсың, бетіне түкіріп, басына тышып отырсың. Сондай жерде сен кітап сатсаң, ол кітапты негізінен орыстар сатып алады. Қазір қарапайым қазақтың тіпті кітап сатып алатын мұршасы жоқ. Біз қазір кітап сатып алудан қалдық. Кітап қазір ешкім сатып алмайды, өйткені қымбат бәрі. Ол кітапты орыстар ғана алады. Сонда сен орыстарға қазақты қалай бөлу керек, қалай бір-біріне қарсы айдап салу керек, қалай қазақтың арасына іріткі салу керек,
деген методичканы дайын түрінде сатып тұрсың. Оны көне орыс тілінен заманауи орыс тіліне аударып, сен сол орыс ұлтына, орыс мемлекетіне, Ресейге қызмет етіп тұрсың. Сондай әрекетің арқылы сен қазақ халқына ешқандай жақсылық істеп отқан жоқсың. Сен қазақты керісінше орысқа жығып беріп отырсың. Сондықтан мұнда ешқандай сенің сылтауың мұнда өтпейді. Ол маркетинг анау мынау деген оның бәрі былжырақ әңгіме. Енді мен Фейсбукта бүгін бір пікір оқып қалдым да, оның бәрі не үшін істеліп жатыр? Қазір Думан Мұхаммедкәрім сотталып жатыр. Енді халықтың назарын сол соттан бұрып әкету үшін әдейі осындай нәрсе істелді дейді. Әдейі жалдамалы блогерлер осының төңірегінде шу шығарды дейді. Сонда мұндағы жалдамалы блогерлер дегеніміз кім болып тұр? Сол кітаптың авторы Бақытжан Бұқарбай әдейі сол кітапты сатылымға қойды. Екінші, соны ең бірінші көріп, сол туралы видео түсірген блогер, шын мәнінде ол осы әңгіменің басталуына себепкер болды. Сол жерде шу шығарып, басқа блогерлерді шақырып, резонанс жасады. Сонда бұл екі кісі саяси тапсырманы орындаған болып тұр. Оның енді шын өтірігін білмеймін, бірақ бұл шындыққа өте ұқсайды. Сондықтан бізге ондай өтірік тіл жанашырлар керек емес. Жалпы қазір менің осы жас тіл жанашырларынан көңілім қалып баратыр. Біреу осындай кітап шығарады. Енді біреуі жаңағы соңғы кезде қазақша мультфильмдер дубляждап жүр ғой. Сол дубляжға қатысып жүрген жаңағы жастар біздің Ресей үшін орысша дубляж жасап жүр. Неге? Өйткені қазір Ресей санкция астында ғой. Дисней Ресейден кетті. Басқа да сондай Pixar, Disney сияқты үлкен киностудиялар Ресейден кетті. Енді Ресейдің дубляжын қазір Қазақстан жасап жатыр. Ол дубляжды енді біздің Қазақстандағы актерлар орындап жүр. Біздің өз қазақтарымыз соның дыбыстамасын жасап жатыр. Сонда сол дубляждың режиссері бар, актерлары бар, солардың бәрі соған қатысып жатыр. Не үшін? Ақша үшін. Олардың бәрі өз қалтасын ұлттың намысынан жоғары қойып тұр. Егер мен ондай нәрсемен айналсам, мен ол жерде бас тартатын едім. Неге біз ақша үшін Ресейге қызмет етеміз? Біздің өзіміздің тіліміз оңбай тұрған кезде біз күшімізді, уақытымызды сол Ресейге қызмет етуге жұмсаймыз. Орыс тіліне дубляж жасап береміз. Біздің не басқа айналысатын ісіміз жоқ па не? Қазақ тіліне соншама күшті керемет дамып кетті ме? Орыс тілінен жақсы дамып кетті ме? Орыстарға көмектесетіндей 140 миллион адам отыр ғой Ресейде. Орыс тілі ешқашан құрып кетпейді. Соларға дубляж жасап беретіндей. Өзіміздің тіліміз оңбай тұрған кезде соған күш жұмсайсың, уақытыңды жұмсайсың, энергияңды жұмсайсың. Бұл не? Бұл намыссыздық. Бұл адамда ұстаным жоқ деген сөз. Кім ақша төлесе соның артынан жүреді. Одан басқа қазақ граммар деген жоба бар. Осыған дейін мен бұл адамдарды қатты сыйлап келдім. Өйткені бұлар үлкен жұмыс атқарды. Бұлар қазақ тілінің латын әліпбиінің ең ұтымды нұсқасын жасап шығарған адамдар. Оны мойындау керек. Ең жақсы нұсқа осыларда. Және бұлар қазақ тілін өте жақсы зерттеген. Бұлар тіл институты 30 жыл бойы түк бітірмей ештеңе, ешқандай нәтиже көрсете алмай жатқанда, бұлар қайдағы бір 3-4 жылдың ішінде соларды озып шықты. Тілімізді өте жақсы зерттеп, оның систематикасын жасап қойды. Бірақ бұл қазақ граммар тобы қазір ЛГБТ пропагандасын жасап жүр. Олардың телеграмда тобы бар, мен сол топта бармын. Олар сол жерде ашықтан ашық бір жыныстық қатынасты насихаттап жатыр. Ал соған қарсы пікір айтып жатқан адамдарды олар банға жіберіп жатыр. Мен білмеймін енді. Біздің тіл жанашырларымыз осындай болса, бәрі сатылып кеткен, немесе андай теріс нәрселерді насихаттайтын адамдар. Адамдарда ұстаным жоқ та, ұстаным жоқ. Сатылып кетеді бәрі. Бізге ұстанымы берік адамдар керек. Ал ондай адамдар бізде өте аз. Ондай ұлтшылдар бізде аз. Ондай адамдар негізінен қудаланып жатыр. Мысалы, Қуат Ахметов. Оны біз елге сыйдыра алмадық. Қазір шетелге кетуге мәжбүр. Ұстанымы өте мықты адам. Немесе Руза Бейсенбайтегі апамыз. Сондай мықты адамдар бізде қазір не? Қудаланып жатыр. Жан-жақтан төпеленіп, ешкім оларға қолдау көрсетпейді. Ал енді мынандай жылтырақ нәрсенің артынан жүретін сондай ұстанымы жоқ адамдар бізде не? Бізде хайп астында жүрді. Хайпқа бөленіп, үлкен жетістіктерге жетіп, сондай нәтижеге жетіп, шалқып жүрді соның бәрі. Бұл дұрыс па? Мен мұның бәрін не үшін айтып отырмын? Бізге ақ пен қараны ажырата білу үшін, кімнің шын мәнде патриот екен, шын мәнде ұлтшыл екенін көрсету үшін, ал кімнің өтірік ұлтшыл сымақ екенін көрсету үшін. Өкінішке қарай бізде осындай өтірік ұлтшыл сымақтар, патриот сымақтар қазір көбейіп кетті. Ұстанымдары жоқ. Ақша үшін намысын сатып кететін адамдар. Ондай адамдарға ешқандай сенім жоқ. Сондықтан біз әркімнің артынан жүре бермей, әркімге жалтақтай бермей, осындай ақ пен қараны ажырата білуіміз керек. Кімнің кім екенін білуіміз керек.